үшін адамда сілекей өндіріледі. Себебі дәмді сезу үшін, тамақты құрту үшін және де бактериялардан қорғау үшін қажет. Ал егер сілекей болмаса, сен ешқандай тамақтың дәмін сезе алмайсың. Мысалы, тіліңнің ұшын сүртіп, печеньканы тіліңе тигізіп көр, ешқандай дәм сезілмейді. Ал на самом деле дәм сезетін орталық ол біздің осындай жерімізде орналасады.